сәбіз қосылған бәліштің ғажап иісі ме? Неткен ғажап. Және алма шырынының хош иісі. Сосын түтіннің иісі. Түтін. Рерики, тосын сыйдан құр қалдың. Мен таңғы асты төсегіне апарып берейін дегем. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Нағыз бауырлар. 5-ші бөлім. Қайырлы таң, Рарити. Әке? Апа? Мына ғажап таңғасты Суитибель өзі әзірледі. Мен білгем. Шырынды күйдіруге болатынын білмеппін. Оған мен үйреттім. Біз демалыстан оралғанша, ол нағыз аспазға айналса таңғала қоймаспын. Демалыс? Осы аптада ма? Сонда осы аптада кетесіздер ме? Бұл алма тұздығы ма? Жоқ, қыдырлақнан. Екеуміз бауырымыз ғой, сондықтан уақытты көңілді өткіземіз. Әкемнің күймесіндегі заттарымды алайын. Сіздер бір аптаға кетесіздер ме? Демек сонда 7 күнге ме? Және 7 түнге. Сіңіліңмен көбірек уақыт өткізгін келетінін білем. Жейсің бе? Жоқ, шаруаларым бастан асып жатыр. Жарайды, демек, сіңіліммен бірге уақыт өткізуді тізімге қосып қояйын. Ең қажетті заттарды алдым. Алдымен ас үйді тазалап шығамыз. Тазалаймыз ба? Бірақ тамақ ішкен жоқпыз ғой. Білесің бе, Суитибель, еңбегіңді бағалайым. Тек мына таңғы асты жеуге болмайды. Ол күйіп кеткен. Күйген жоқ. Уайымдама, қымбаттым. Мен жеуге болатын тамақ әзірлеймін. Көмектесейін бе? Иә. Тоқтай тұр. Мен қазір бастаймын. Рерити, мен саған көмектесем дедім ғой. Иә, сен көкөністерді тәрелкеге сала бер. Ақ желкенді айтасың ба? Тоқтай тұр, ақырын сал, асықпа. Тым баяу қимылдайсың. Абайла, артқа, сәнмен қоюың керек. Сәнмен, түсіндің бе? Ой! Жаман емес. Жұмысқа кірісуім керек. Мына лас сүлгілерді апара саласың ба? Әрине, мен көмектесем. Суитибель, Көмектесе алам дедім ғой. Тосын сый. рас па? Ерекше суреті бар жүннен тоқылған жемпірімді жуып қойыпсың ғой. Мен оған әзер қол жеткізгем. Сол да сөз болып па? Сол да сөз болып па дейсің бе? Бұлай жуғаннан кейін ол кішірейіп қалады. Кешірші. Жақсы. Шығармашылықпен айналысайық. Не дейсің? Бірдеңе білдіріп жіберме. Өтінем. Мен тек әпкемді қуантқым келген. Ту, ішім пысты. Реритидің жұмысы қашан бітеді? Бірдеңе білдіріп жүрме. Егер сурет салсам, ештеңе білінбейді.
жетіспей тұр. Сәлем, Рерити, бұл ерекше сурет. Мәссаған, сен мына тастарды алдың ба? Не ғой, иә? Бірақ шеберханаңда тағы бар ғой? Бұл сирек кездесетін көгілдір жақұттар. Өте қымбат тапсырыс берушінің киімін безендіруім керек. Ой, кешірші. Суйтибель, саған не істесем екен? Сурет салайық, билесебет тебек, шахмат ойнайық, ән айтайық, бақа ұстайық, немесе... Оны айтқан жоқпын. Ау, Енді дәл сондай тастарды табуым керек. мен саған көмектесем. Жоқ! Жоқ, рахмет. Мына қағаздың бәрін жинап, ұқыптап реттеп қой. Қаламдар мен қылғаламдарды алған жеріңе апарып қой. Өтінем, қалаған ісіңмен айналыс тек. Одан кейін мен үй жинап әуре болмайын. Неге мен ештеңе дұрыс істей алмайым? Суэтибель! Мен келдім. Суэтибель! Тосын-сый! Шабыт беретін бөлмем. Сен не істедің? Не істедің? Не істедің? Бөлмеңдегі ретсіздікті көргеннен кейін жинастырып қояйын дедім. Бұл жай ретсіздік емес, шығармашылық ретсіздік. Мен мұнда жаңа киім үлгісін жасап жатқам. Сен келдің де бәрін жинап тастадың ғой. Егер мен үйді шашсам, ренжисің. Бірақ менің бөлмем шашылып жатты. Енді басынан бастауыма тура келеді. Мен сені қуанатын шығар деп ойладым. Қуанат деп ойладың ба? Қуанат деп ойладың ба? Мен оңаша қалдыршы. Реритимен бірге қалай тұрып жатырсың? Керемет. Екеуміз бірге бірдеңе істесек деп едім. Мен ештеңе бүлдірейін дегем жоқ. Нағыз бауырлар байқауы. Эпплджек екеуміз оған жыл сайын қатысамыз. Рерити екеуіңде басқа топтармен жарыссаңдар қайтеді. Бұл уақытты бірге өткізудің тамаша тәсілі ғой. Реритиге бұл тамаша идея ұнайды. Не деген ақылға қонымсыз идея. Алма бағындағы жарыс. Ол жер өте лас шығар. Несі бар? Саған барлық жерде ретсіздік елестейді. Суэтибель, ақырын сөйле. Мен сенің әпкеңмін. Иә, егер менің жайымды ойласаң, байқауға қатысар едің. Суэтибель, шынымды айтсам, ондай шаң жерде ақылға қонымсыз ойындарды ойнау жабайылық. Әпкеңмен бірге болсын, әпкеңсіз болсын. Жарайды. Онда байқауға жалғыз қатысуға тырысып көрем, біліп қой. Бұдан былай әпкемнен көмек сұрамайм. Ұқтың ба? Мен кеттім. Демек, енді саған керегім жоқ па? Солай ма? Біліп қой, сен болмасаң, бұдан да жақсырақ өмір сүрер едім. Жақсы, екеуміз келісімге келген сияқтымыз. Екеумізге де бауыр керек емес. Келістік. Келістік. Қош бол, бөтен қыз. Жабайылық? Ол нағыз бауырлар байқауын жабайылық деді ме? Иә, жабайылық. Тоқтай тұр, қалай сонда? Ол байқауды ғана емес, мені де жабайы санайды. Суэти, Рерити бәрін солай ойлайды. Жабайы деген не? Тәрбиесіз, көргенсіз деген сөз. Дұрыс. Реритиге біраз уақыт бер. Ол келеді, әпкелер үнемі солай істейді. Рерити олай істемейді. Жүр, аяқталмаған шаруамыз бар. Сен бізге көмектесесің бе? Менің көмектескенімді қалайсыңдар ма? Бірақ мен бәрін бүлдірем ғой. Қой, о не дегенің? Қара. Жарайсың, Эпплблум. Бұл жұмыс па? Ұрылған алмаларды сатуға болмайтындықтан оларды торайларға береміз.
Біз жұмысты ойынға айналдырамыз. Істеп көресің бе? Жарайды. Иә? Ау! Бұл оңай жұмыс емес екен, иә. Сондықтан біз бірге Жұмыс істейміз. Рерити топпен жұмыс істемейді. Бар еңбегім зая кетті. Бәріне Суити Белл кінәлі. Мына жер әдетте шашылып жататын. Маған бір ой келді. Керемет ой. Мен мұны түрлі түсті сән үлгілері деп атаймын. Шіркін Суити Белл мұны. Маңызды емес. Бәрібір менің заттарыма рұқсатсыз тиіспеу керек еді. Appleblom, алға! Сендер мұнда шырын жасайсыңдар ма? Бағалы киімдерінің жанында жүзім шырынын қойсам, Рерити менің сазайымды берер еді. Бұл ессіздік қой. Appleblom, Өтінем, Applejack, олай істеген жоқ. ал енді мұнаға не дейсің, тентек қыз? Ал енді жаңа топтамамның көйлектерін жуым керек. Жемпірім. Не болғанын қара? Суити Белл. Мысығым менің. Суити Белл бұл жемпірдің саған шақ келетінін білгендей жуыпты. Қайта, оның бағы бар екен. Бәрі де сәтті аяқталды. Appleblom, Естіп тұрмын. Мәссаған, олар бәрін бірге істейді екен. алақай! Мұны осылай істейміз, сіңілім. Жай ғана өтінсе болар еді ғой. Рерити мені ешқашан қолдамайды. Өте жақсы. Енді біреуін қойсам, ансамбльдің жұмысы бітеді. Суити Белл. Оның іске алғысыз жобасы қайда? Суити Белл, менің жалғыз сіңілім. Мен не бүлдірдім? Осы уақыттың бәрін өзіңмен бірге өткізуіме болар еді ғой. Мен тек шағымданумен болдым. Неге бұлай болды? Жоқ. Мен оны қайтаруым керек. Уәде берем. Бұдан бұлай ешқашан сіңілімді тастамаймын. Уәде берем. Суити Белл. Сені іздемеген жерім жоқ қой. Сәлем, бөтен қыз. Мұнда не үшін келдің? Абайла, үстіңді бүлдіріп аларсың. Суити Белл, кешірім сұрайын деп едім. Мен қателесіппін. Маған сіңілі керек екен. Маған да әпке керек екен. Мұны күні бойы Applejack пен Appleblomның жанында жүрген соң түсіндім. Суити Белл, сенің бұлай дегеніңе қатты қуанып тұрмын. Сол себепті енді Applejack маған әпке болады, ұқтың ба? Не дейсің? Не дейсің? Әпке деген сіңілісін жақсы көреді, оған қамқор болады. Applejack нағыз әпке. Суити Белл, сен асығыстық жасап тұрсың. Сосын, ол менің әпкем. Иә. Немесе, өзіңді қалай ұстау керегін түсіну үшін, ол саған әпке болуы керек. Түсіндің бе? Негізі, Маған қалай жақсы әпке болу керегін үйретудің қажеті жоқ. Рас айтам, Суити Белл, мен саған сүйікті асымды әзірлеуге үйретем, немесе жалыңды қалай бояуға болатын көрсетем. Өте қызық болады. Сонда екеуміз бірге үйге барып, сен қалаған нәрселерді ғана істегенімізді қалайсың ба? Солай ма? Иә. Мұны ойыңнан шығар. Біз әлі де бауырмыз ғой, е? Иә, кешірім сұрағаннан түк шықпады. Applejack, неге сенің жаныңда мен жаман болып көрінем, айтшы? Рерити, тағы да өзіңді ғана ойлап тұрсың. Әпкелі сіңілілер бір-біріне көмектесуі керек. Ал сен көп жақсылық көресің де есесін қайтармайсың. Бұл жалған. Мен сабақ өткізем, ақылды кеңестер берем, мен... Бірақ ымыраға келуді білмейсің.
әпкелі сіңілілердің арасындағы қарым-қатынас бәліш тәрізді. Сенде дәмді алмалар, сіңіліңде бірінші сұрыпты ұн болуы мүмкін. Тек екеуің бірлескен жағдайда ғана дәмді алма бәлішін жасай аласыңдар. Әйтпесе бізде шіріген жемістер мен қатқан қамыр ғана қалуы мүмкін ғой. Мен не істеу керектігін білем. Әлі де кеш емес шығар. Реритидің мұнда болмағаны жақсы болған сияқты. Мынаны көрсе, ол бірден жабайы дер еді. Не деген үлкен шошқа? Өздері өте сүйкімді екен. Рерити бұлай демес еді. О, сұмдық-ай, жеркенішті құбыжық, бұған қарау мүмкін емес дер еді. Қазір басталады. Жарайды, көңіл көтере беріңдер. Мен қатыса алмайым, өйткені әпкем жоқ. Әпкең бар. Appleblom екеуміз мұнда жыл сайын келетіндіктен Менің әпкем сенімен бірге жарысады. дұрыс. Рас па? Бірақ күн. Мына құрал жұмыс істей ме? Қосылып тұрма өзі? Алло, рас па? Мен заманауи құралдарды қолдануды білмеймін. Ал енді көптен күткен сәт туды. Біз нағыз бауырлар байқауын өткізгелі жатырмыз. Қысқасы, үлкен жарыстар. Биыл 5 топ қатысады, өтінем. Мәре сызығының жанына саққа тұрыңдар. Естідіңдер ме? Бұл біз ғой. Бір ғана күн. Бір күн. Ең тату бауырлар жеңсін. Дайындал. Назар сал. Жүгір. Дұрыс дедік пе, Applejack? Applejack, көмектес! Сенің қолыңнан келеді. Алақай! Керемет! Жарайсыңдар! Мәссаған жеңіске азақ қалды. Рахмет, Applejack. Сен ғажапсың. Жеңілсек те ештең етпейді. Бәрі керемет болды. Рерити! Бірақ Applejack қайда? Түк түсінбедім. Жарыс бастала салысымен орын ауыстырғанбыз. Сонда қалай? Біз байқауға бірге қатысқан жоқпыз ба? Әрине, сіңілім. Біз бірге қатыстық. Есесіне мәреге бірге жеттіңдер. Демек, мұны бірге ойластырдыңдар ма? Мен үшін солай істедіңдер ме? Біз үшін көрдің бе? Көрдің бе? Біз алма бәлішін әзірлей аламыз. Сосын түсіндірем. Ал енді мұны атап өтуіміз керек. Қай жерде? Сұлулық салонында. Мен рас айтып тұрмын. Сонымен қаншайымға не жазамыз? Мен бастайын. Әпке деген әлемдегі ең жақсы туыс. Тек кейде онымен тіл табысу оңай емес. Келісем.
әпкең болғаны керемет. Тек бұған көп күш жұмсау қажет. Тіл табыса білуің керек. Мінезіміз әртүрлі екенін түсіну керек. Ең бастысы, уақытты көңілді өткізе білуді үйренуіміз керек. Тіпті ол үшін аздап былғануыңа тура келсе де. Барынша былғануыңа. Аздап былғануыңа. Барынша. Аздап былғануыңа. Барынша. Тоқтай тұрыңдар, ортақ мәмілеге келейік. Жай ғана былғануға дейік. Сонымен болды. Келістік.